бірінші айтайын деп отырғаным, неліктен жалпы жаңартылған білім бағдарламасы қажет? Екіншіден, не өзгерді? Үшіншіден, жалпы мұғалімді біз қалай қолдаймыз? Осы ойды бастамас бұрын мен бір үш сұраққа тоқтап кетсем. Біріншіден, Назарбаев зияткерлік мектептері Қазақстанда жеке елбасының тапсырмасымен ашылған ұйымдар. Екіншіден, Назарбаев зияткерлік мектептерінің алдына қойылған міндет бар. Ол міндет математика, химия, физика, биология бағытындағы оқу бағдарламаларын даярлап, сол бағдарлама негізінде балаларды оқыту. Неге ол керек? Себебі жаңа технологияның қарқынын барлықтарыңызды көріп отырсыздар. Осыған байланысты Назарбаев мектептеріндегі жасалған жағдай, ол сол мектепте оқып жатқан оқушыларға жасалған жағдай емес. Ол көтеріңкі деңгейде дайындалған бағдарламаны орындау үшін, балаларға жеткізу үшін жасалған дүние. Сондықтан да ең бірінші елімізге қажет осындай мамандарды болашақта бару үшін қажет деп есептейміз. 80% Назарбаев зияткерлік мектептерінің түлектері техникалық, медициналық мамандықтарға қазір барып жатыр. Осы туралы айтқым келеді. Екінші, бағдарлама туралы жаңартылған екінші айтатын мәселе. Біздің Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі бағдарлама бұл физика, математика, химия, биология бағытындағы информатика, робототехниканың бағдарлама болғандықтан, ол сол қалпында жалпы білім беретін мектептерге берілмейді. Жалпы білім беретін мектептерге беріліп отырған бағдарлама бүгінгі өмір талабына сай бағдарлама болғандықтан, ол туралы мен алдын алып кейінірек айтқым келеді. Екінші, бастауыш мектептердің бағдарламасы стандарты ауыр деген көп пікірлер айтылып жатыр. Біз бұл бағдарлама жасалып болғаннан кейін 2013-2015 жылдар арқылы біз қазақстандық емес, ресейлік және нидерландық мамандардың арасында өткіздік, сараптамада өткіздік. Нидерландының мамандары бүкіл ауыл мектептеріндегі пилоттық мектептерге барып, осы бағдарламаны түгелдей зерделеді. Сондықтан да олар балалардың жалпы жағдайына келеді деген дүние айтылды. Екінші, бағалау жүйесі туралы көп айтылады, тапсырма туралы көп айтылады. Біз де мектепте мұғалім болғанбыз, біз де мектепте директор болғанбыз. Білім саласында менің стажым биыл 40 жылға толды. Міне осы жылдар ішінде мұғалім болғанда қай уақытта да мұғалім тапсырманы өзі дайындаған, сұрақты өзі дайындаған, есептерді өзі дайындаған. Егер де мұғалім тапсырма дайындай алмаса, есептер дайындай алмаса, жақсы сұрақ қоя алмаса, ол қалай болды? Кешіріңіздер, қаттырақ айтылып кеткен болса,